Құрметті тестке қатысушылар, тесттің осы бөлімінде сізге 20 жұп сөз беріледі. Ұсынылған 8 нұсқаның арасында сөздердің мағынасы бойынша қарым-қатынас орнату қажет. Мұнда ой-кеңес бар, оны тест кезінде пайдалануға болады. Бірінші нұсқа амонимдер, жазылуы бірдей, бірақ мағынасы әртүрлі сөздер. Мысалы, жаз, жас. Екінші нұсқа антонимдер, мағынасы жағынан қарама-қарсы сөздер. Мысалы, жылы, суық. Үшінші нұсқа синонимдер, жазылуы әртүрлі, бірақ жалпы мағынасы бір сөздер. Мысалы, мұғалім, ұстаз. Төртінші нұсқа екінші ұғым біріншісінің құрамдас бөлігі болатын бөлік пен бүтіннің қатынасы. Мысалы, отбасы, бала. Бесінші нұсқа түр мен тек. Бірінші ұғым көлемді, екіншісі біріншінің бір түрі. Мысалы, ағаш, қайың. Алтыншы нұсқа байланыс және функциялар. Заттар бірдей функцияларды орындайды. Мысалы, капсула, таблетка. Жетінші нұсқа себеп пен нәтиже. Бірінші сөз екіншісінің себебі. Мысалы, вирус, дерт. Сегізінші нұсқа өзара толықтыру. Ұғымдар бір-бірін толықтырады. Мысалы, қармақ, жем. Сіздің міндетіңіз тапсырмалардағы сөздер арасындағы байланысты анықтау. Тест бөлімін орындауға барлығы 5 минут бөлінген. Дайын болғаннан кейін тестті бастау түймесін басыңыз.